Құрметті достар, бүгін бұқтырылған картоп дайындайтын боламыз. Бұл картопты қуурудағы ерекшелігі тоң майға қуырамыз. Алдымен қазанымызға тоң майды салып, бірінші қабатына одан кейін етімізді, туралған етімізді салатын боламыз. Дайын картопымызға қоспаларын қосамыз. Бұл қоспаны өз қалауларыңыз бойынша қосуға болады. Бізде тұз, бульон және қызыл бұрышты дайындап қостық. Қоспаларымызды қосып алғаннан кейін әбден жақсылап араластырамыз. Дәмі біркелкі болу үшін. Енді картопымызды қуырылып жатырған етіміз бен майымыздың үстіне салып, үстіне 40 қабатпен жауып тастаймыз. Картопымыз өте сулы болып шығады, және оның үстіне тағы да су құямыз, себебі картоп құрғақ болмау керек. 1 сағатқа пісіреміз. Дайындаған тағамымыз ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын.